Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қол жетімді заттардан дәмді салат жасау жолын ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек 3 қияр, 3 қызанақ және 3 жұмыртқа суға піскен және укроп, тұз, бұрыш, майонез қажет болады. Қиярымызды ұзынша етіп турайтын боламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Туралған қиярымызды ыдысымызға салып қоямыз. Келесі кезекте қызанағымызды да турайтын боламыз. Оны да ұзынша етіп турауға тырысамыз. Туралған қызанақтарымызды ыдысымызға салып алатын боламыз. Суға піскен жұмыртқамызды да ұзыншалап тураймыз. Мінекей барлығын салдық. Ендігі кезекте укропты ұсақтап турайтын боламыз. Оның үстіне майонезімізді қосып, тұзымызды, бұрышымызды барлығын салып, бір келкі араластыратын боламыз. Жасалу жолы өте оңай және қарапайым заттардан тұрады. Дәмді салатты жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер менің видеом ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.